Қайырлы таң, құрметті көрермен, таныс болыңыздар. Бүгін бізде студия төрінде қонақта дарынды, үлгілі, білімді, және де 6 тілді жетік білетін, каратэмен айналысатын, әрі сурет салатын Лейла Нұрбек келді. Лейла, қайырлы таң, қош келдің. Таңың қалай атты? Менің атым Лейла. Мен бүгін сізге өзімнің суретімді көрсетуге дедім. Бұл суреттің сандық деп айталады, және ол менің тәжірибеммен, өміріммен байланысты. 4 жыл бойы мен шетелде оқып, үйімнен алыста болдым. Дәл сол кезде өз отанымды, ұлтымды, сағынымды сезініп, тарихымызды, тілімізді және дәстүрлерімізді көбірек бағалай бастадым. Бәрекелді. Демек, сандықтың ішінде отырған сен ғой, Жоқ. Сандықтың ішінде... Әп-әдемі өзіңе ұқсайды екен, сондықтан сырттан қарап отырған кезде. Көп рахмет. Бұдан да басқа қаншама өнерің бар, бұл сурет салуға қанша уақыт кетті? 8 сағат. 8 сағаттың ішінде, жалпы идеясы болса болды ғой, одан кейін қолдың өзі. Неге, құрметті көрермен, қандай мән мағынасы бар, стилистикасы да өте керемет, әдемі. Мен бұл суретке қарап, мысалы, енді тұрмыс құрған қыздың жолда не көретінін білмей, солай отыратын қызды елестедім. Енді сен сандықты өзің салған екенсің. Қазір соны талқылап айта аламыз ба? Неге сандықты таңдадың? Сандық ол біздің дәстүр бойынша ұрпақтан ұрпаққа, әжеден балаға беріліп келеді. Осы жұмыс арқылы менің идентикам пайда болды. Бәрекелді. Енді қызық болып тұрғаны болашақта қандай мамандық таңдайтының белгілі ме? Өйткені дарындысың, қаншама бос уақытында қаншама дүниемен айналысады екенсің. Карате бар. Карате де бар. Кім боласың болашақта? Дизайнер болып келеді. Басқа қырынан? Керемет, әдемі. Құрметті көрермен, Лейла Нұрбек кім деп отырған шығарсыздар? Әрине, дарынды, парасатты, еліміздің ертеңі деп айтылатындай біздің жас өрендеріміз бұндай кісілерді таныстыру, оян таңғы хабардың мақсаты, миссиясы, және сонымен қатар, құрметті көрермен, Лейла ханым, өзіңіздің рұқсатыңызбен, әкеңізді ортаға шақырсақ, әкеңіз кім деп ойлайсыздар, құрметті көрермен? Лейла Нұрбектің әкесі, ғылым және жоғары білім министрі, бәрімізге таныс, Саясат Нұрбек. Саясат мырзаны ортаға шақырайық бәріміз бірге. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Лейла ханым, ортаға шықсақ болады. Ассалаумағалейкум. Бір сауал бар, осы жерден тұра қалып, Неке. Қалдыңыз олай. Қош келдіңіз. Таңыз қалай атты? Бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы, дұрыс, шүкір. Осы спортшылардан естейтінім бар ғой, соны сізге де қойғым келіп отыр. Өзім спортшы болған кезде бұлай қобалжымайтын едім. Одан кейін баламды рингке немесе татамиге шығарған кезде қатты қобалжым дейді. Дәл қазір сіз де мына камераның алдында көріп отырсыз ғой, қандай сезімде болдыңыз? Дәл сондай сезімде. Неге десеңіз, енді өзім қаншалықты сұхбат беремін. Ондай қобалжу жоқ, енді әрине үйреніп қалған, бірақ қызым шыққанда қалай отырса айтады, не айтады екен деп. Әдемі. Ендеше, Саясат мырза, өзіңізбен сұхбат құрсақ, өзіңізбен, қызыңызбен Неке диванға отырып жайғасып алып. Рахмет. Келіңіз. Лейла ханым, төрге шығыңыз. Енді тіл біздің басты құндылығымыз, соңғы жаңалықтардың бірі Оксфорд университеттерінде қазақ тілін үйретеді дейді. Бірінші кезекте бұл тарихи оқиға, сонымен қатар игі бастама, құтты болсын дегім келеді. Жалпы қазақ тілін қалай үйретеді? Курстар ашылама, сол жағын айтып берсеңіз. Бұл өте ауқымды жоба, осыдан 4 жыл бұрын басталған. Біздің үлкен бірнеше институттарымыз қатысқан, бір 50-ге жуық тілтанушылар, ғалымдарымыз қатысқан. Жобаның жетекшісі Рауан Кенжеханұлы, өзімізге танымал азаматымыз, отандасымыз, қазіргі таңда қазақ тіл қоғамы соның басшысы. Рауан мырза ең бастысы осы сөздікті 150 жылдық тарихы бар Оксфорд Dictionary деген үлкен Оксфорд University Press ең бірінші жүйелі сөздік дүниеге көрген, осыдан 150 жыл бұрын сол платформасы негізінде жасалған. Және де Оксфорд университеті осыған тоқтамай
біз Ульфсон колледж, атақты колледжі бар Оксфорд университетінің ішінде, солар мынандай шешім қабылдады. Енді қазақ тілді біз Оксфорд университетінің студенттеріне курс ретінде ұсынайық. Қазіргі таңда түрік тілі оқытылады Оксфорд университетінде, Азербайжан тілі оқытылады. Енді қазақ тілі де қосылды. Ресми түрде біздің тіл білім институты Ахмет Байтұрсынов атындағы Анар Фазылжан, менің әріптесім, сол кісілер енді Оксфорд университетінің студенттеріне қазақ тілді ресми түрде оқытатын болады. Бұл осы екі үлкен келісім шартты өткен аптада біз барып, алдыңғы аптада барып қол қойып келдік. Ал бұл курстарды өткізетін ұстаздарды қалай таңдайсыздар? Ұстаздар қазіргі таңда біздің тіл білімі институтының қызметкерлері болады. Біз оларды жіберіп тұрамыз жарты жылдай, бір жылдай Оксфорд университетіне. Оның үстіне Оксфорд университетінде оқып жүрген PhD докторанттар, магистранттар, ғалымдар осы тіл практикасына Қазақстанға келетін болады. Оларды біз Әл-Фараби атындағы ұлттық университеті, біздің ұлттық Абай атындағы педагогикалық университет және тіл білім институтының негізінде орналастырамыз. Ал көп санда келетін болса, онда басқа университеттерді қосамыз. Бәрекелді. Мінекей, көрермен осы ғой. Дәл осы бірінші шыққан. Қаншама қалыңдығын өзі, 1368 беттен құрастырылған. Сонда қанша дана шықты және қанша сөздік қамтыды бұл сөздік? Бұл бір тұңғыш біздің шыққан Оксфорд әдістеменің негізінде жасалған сөздігіміз екі тілді 60 мың сөзді қамтамасыз етеді. Және 1300 айтып кеткені, мен жатқа білем, мен өзіміз жүргенден осы жылдың ішінде 1368 беттен құрастырылған. Бір жақсы жері, оның ішінде тек қана сөздер емес, екі тілді ғой, қазақша, орысша, ағылшынша, қазақша, оның ішінде имейл жазғанға, мысалы, арнайы нұсқаулықтар бар, немесе ресми хат, ресми сондай түрлі үлгілер берілген, яғни халықаралық стандарттарға жүйелі түрде. Бұл өте маңызды процесс, осы бұл маңызды, нені айтып кетейін. Кез келген тілді халықаралық деңгейге шығару үшін оның өзінің арнайы кодификациялау процесі бар екен. Яғни тілді бір жүйеге келтіруіміз керек. Сөз тіркестері, сөз баламалары, тұрақты сөз тіркестерін бір жүйеге келтіруіміз керек. Бізде байқадыңыз ба? Бір 5 тіл маманның, қазақ тіл маманның соларға бір мәтінді берсеңіздер, 5 түрлі мәтін шығады. Ал ағылшын тілі өткен ғасырдың өзінде 5 рет кодификациялаудан өткен. Кодификация дегеніміз, онда тіл мамандары, түрлі мамандар жиналып, бір келкіге келтіреді, терминологиялық комиссияның жұмысы секілді. Мысалы, осы жағдайда дәл осы сөз тіркесті қолданамыз. Қарасаңыздар, ағылшын тілінде бір мәтін, бәрі бір сөздерді қолданады. Мысалы, әсіресе мына ресми хаттарда, протокол, халықаралық қатынастарда бір сөз тіркестері, жаңалықтарда, мақтарда бірдей шығады мәтін. Неге десеңіз, кодификациядан өткен. Сондықтан бұл сөздіктің бір тек қана Оксфорд мақтану емес, ойбай Оксфордта қазақтың сөздігі шығып жатыр. Бұл өте маңызды қазір жобаның бастамасы. Ол біздің министрлігіміздің қазір тіл қазына және бірнеше басқа тіл білімі институттар қосылып, ұлттық корпус, лингвистикалық корпусты жасап жатыр. Лингвистикалық корпус дегеніміз бүкіл сөздерді, сөз тіркестерді, сөз баламаларды бір жүйелі, бір келкіге келтіру. Яғни біздің ресми тілімізде де терминологияның өзі қандай үлкен қазір мәселе. Біреулер терминді былай қолданады, басқалар былай қолданады. Біз қазір сол терминологиялық комиссияның өзін бір ретіне келтіріп жатырмыз, оны бөліп жатырмыз. Мысалы, неге десеңіз, бұрын техникалық, әсіресе ғылыми терминдерді сөз мамандары, лингвистер, филологтар белгіленген, ал ғалымдар, инженерлер тыс қалған осы жұмыстан. Қазір ол жұмысты ретке келтіріп жатырмыз. Сондықтан бұл өте үлкен сүйінші қазақ тілімізге, елімізге. Екінші жақсы жаңалық, Оксфорд үлкен платформасы бар Оксфорд университетінің, Оксфорд Global Languages деген, ол бүкіл қазір 100 тіл, 100 халықаралық тіл кіреді сол платформаға. Олардың лексикографикалық бүкіл сол ұлттық корпустарын бір келкі глобалды, жаһанды корпусқа келтіруге. Сол бір жақсы жаңалық, осы сөздіктің арқасында біздің тілімізде сол бастамаға мүше болды. Бәрекелді. Өте керемет. Мұндай кітап, менде Оксфордта оқып жатқан курсқа қатысатын адамдар үшін, жалпы қазақ ел үшін өте маңызды сияқты, ештен қарап отырмын. Өте түсінікті.
өте пайдалы. Және сонымен қатар, мінекей құрметті көрермен, үстелдің үстінде көріп отырсыздар, тек қана Қазақстанды емес, жалпы әлемді таңғалдырған жаңалықтар легі тұр дәл қазір. Мысалы, біреуін алып көрейікші, ең бастысы пресс-конференциядан көріп қалдық, сіздің қолыңыздан таныстырып жатсыздар. Онкологиялық ауру сырқаттарға қатысты ем-дом, иә? Иә, бұл DVC деген жаңа тұрпатты дәрі-дәрмек, онкологияға қарсы, канцерға қарсы. Біздің өте дарынды ғалымымыз Дос Сарбасов мырза 90-шы жылдары біз көп ғалымдарымызды жоғалтып алдық. Мына КСРО күйрегеннен кейін 4-3 буын ең мықты Совет одағында бізді өсірген ғалымдарымыз жан-жаққа тарап кетті. Кінәлауға болмайды ешкімді, Ресейге, ақш-қа, сол толқынмен Дос мырза да кетіп қалды ақш-қа, MIT-да жұмыс істеді, атақты Whitehead деген зертханада. Соңғы жылдары ол Техас университетінде Андерсон онкологиялық орталығының ғылыми қызметкері болды. Сол жерде 2018 жылы мына канцероген жасушаларға қарсы жаңа бір әдістемені шығарды. Жалпақ сөзбен айтқанда, ғылымға кірмей, жалпақ сөзбен. Міне, онкологиялық жасушалардың метаболизмі өте жоғары. Олар тез өседі, көп тамақ жейді, көп тамақ жейді, тез тарап кетеді, тез өсіп кетеді. Сондықтан мына ісіктер тез пайда болады да. Сол Дос мырза, ол биотехнолог, жасушалардың қорыту процестерін зерттеген ғалым, ойланыпты, біз мына канцер, онкологиялық ісік аурулардың жасушаларының қорыту процесін бұзып жіберсек, олар аштан өлуге, онда өз-өзінен аштан өледі. Сол процесті зерттеп, осы дәріні шығарды қазір. Яғни бұл дәрі онкологиялық жасушалардың тамақ ішу процесін бұзып жібереді, олар аштан өліп өз-өзінен. Яғни сырттан химиотерапия, оны уландырып, өлтіру, ол организм ағзаға үлкен зиян келтіреді. Бұл тек қана сол онкологиялық жасушалар тауып алады да, олардың қорыту процесін бұзып жібереді. Қазіргі таңда бізде 15 адам Алматыда емделіп жатыр, бірақ бұл клиникалық сатыда. Мен тағы да ескертіп қояйын біздің көрермендерімізге. Қазір біз әлі нарыққа шыққан жоқ, бірақ бірінші нәтижелер жақсы. Мысалы, сол 15 адамның ауырып жатқан 15 адамның біреуі қазір 30%-ға дейін қысқартылды мысалы ісігі. Сондықтан біз қазір осы бүкіл ақпараттарды жинап, қорытып, соңғы этапқа шығамыз, алла жазса, 1-2 жылдың ішінде шығарамыз. Саясат мырза, расымен бұндай дүниелер жасалып жатқанына, Қазақстанда өндіріп жатқанына бізді қуантады. Бірақ алдымен қазір жарнамаға үзіліп алайық, ары қарай сұхбатты жалғастырамыз. Оян. Құрметті көрермен, студиямызда ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек жалғыз келіп отырған жоқ. Қызы Лейламен келіп отыр. Қайырлы таң, тағы да қош келдіңіздер. Осыған дейін естеріңізде ғой, енді 1 қыркүйекті сіздермен қарсы алып едік осы Оян таң хабарының студиясында 3 балаңыз болды. Ол кезде енді қазір балаларыңыз енді бірінші ауысымда, иә, екеуі? Екеуі де бірінші ауысымда, көп жіберіп алды мына аяз кезінде. Қазір біз сабақтардан қалдырмайық деп екеуінде қуып шықтық. Одан бөлек Одан бөлек каратэмен айналысады, иә? Енді мен байқағаным, құрметті көрермен, өздеріңіз де қарап көріп жүрсіздер ғой, енді Қазақстанда өзі де балаларды, отбасыда, иә, білім алатын, медициналық қызметтерді пайдаланатын, спорттық секцияларға қатысатын бірден бір министр, бірден бір осы мемлекеттік қызметкер ретінде сұрақ қояйыншы сізге. Қалай барлығын үлгеру? Мінекей өзіңізде айтшы, Оксфордқа барып келдіңіз кеше. Қаншама қызмет, қаншама жұмыс, осының барлығын таныстыру керек. Отбасы бар, карате бар, оның бәрін біліп отырсыз, жаңа осы кадр сыртында сөйлесіп отырмыз. Үйлестіру. Жоспарлау, басқа амал жоқ. Жоспарлау менің өмірімнің соңғы бір 15-20 жылда өте жоспарлы өтеді. Google календар деген, күнтізбе деген керемет бір қосымша бар. Бүкіл менің бір айлық, апталық күнделігім соның ішінде жоспарланып қойған. Мына қаншада тұрамыз, қаншада барамыз. Әр кездесулерім менің бүкіл көмекшілерімді соған үйретіп тастаған. Сондықтан бәрі білет, мысалы, қазір министр осы жерде жүр, жарты сағаттан кейін шығады, мына жерге барады, 15 минуттан кейін мына жерге барады. Қиын бір жағынан, бірақ сосын ақырындап адам үйреніп қалады сол жүйеге. Жоспар арқылы барлығына үлгерем дейсіз ғой енді. Мына осы орайда маған сұрақ туындап тұр. Саясат Нұрбек қандай әке? Қыздан сұрады деп, мен өз-өзімді бағаламаймын ғой. Өте жақсы әкемді өте жақсы көремін. Сол әкеңіз жақсы екен, 6 тілде айтып жүрсеңізші.
Мақтаңыз әкеңізді, бірінші. Ағылшынша I love my dad. Әкемді жақсы көремін. Папу очень люблю. J'adore mon père. Түркше бабамы sevim. Әдемі. Кадр сыртында отырып болады ғой, бейнелер. Мақтай бердім. Енді ғылым турасына, жоғарғы білім турасындағы жаңалықтарға да өтейікші осы арада. Мінекей алдымызда үстелде тұр ғой, мінекей әтірді көріп қалдық, иә? Таныстырып беріңізші, мәссаған ғалымдар әтір шығарды деген. Әтір деп естідік. Бұл синтетикалық химияның жетістігі. Қазіргі таңда дүние жүзінде синтетикалық химия саласында үлкен революция басталды. Өкінішке орай ең бірінші соны түсінген, қолданған есірткі бизнесі, нашақорлық бизнесі. Қазіргі таңда білесіздер, әлемде үлкен сондай толқын синтетикалық есірткілер бәрін жаулап алды. Жасау оңай, өте арзан. Мына түрлі телехикаялар түсіруге бастады сол туралы. Әсіресе ақш-та бірінші басталды. Қазір кокаин, героин олардың бәрін сырып тастады. Енді біз Сатпаев университетінде екі үлкен зертхана аштық. Есірткі жасамаймыз. Бірақ иісті судан бастадық. Неге десеңіз, Қазақстанда қазір сондай қызық жағдай, 300 мың флакон жылына орта есеппен біз импорттаймыз. Көбінесе Франциядан, Италиядан келеді, өте қымбат. Бізде былай қарасаңыз, бірде-бір иіс су жасайтын ондай өзіміздің фабрикамызда жоқ. Ал синтетикалық химияның бір керемет нәрсесі, кез келген иісті, кез келген нәрсені синтетикалық формула арқылы шығаруға болады. Мысалы, мына сіздің алдыңызда тұрған біздің бірінші жасаған иісті суымыз, мінекейіңіз, бұл алтын деп аталады. Бұнда бар ма? Мына жерде, мынау мінекейіңіз майшамдар өзіңіз шығарған. Бұл бірақ әйелдік емес, еркектікі деймін ғой. Бірақ иісі күшті екен. Иісі күшті, сосын өте тұрақты. Бір жақсы жері өте арзан. Сырттан келгендерге қарағанда. Екіншіден толыққанды өзімізде шығарған Гүлжан Түзелбаева деген және Ербол Сағатов біздің болашақ бағдарламасының түлектері екеуі де. Гүлжан Францияда парфюмерия оқыды. Ербол Сағатов сол синтетикалық химиямен көрдіңіз бе? Сеуіп алды алдынан. Сосын сіздерге жеткіземіз. Ербол Сағатов Ұлыбританияда PhD тамамдаған синтетикалық химия саласында. Осы екеуі қазір екі зертхана жетекшісі. Мына иісті сулармен күнделікті біз қолданатын өндірістік тұрмыстық химияны да шығаратын болдық. Қазіргі таңда 10 мың флаконмен ақырындап бастап жатырмыз өзіміздің өндірісімізді. Енді ақырындап нарыққа шығады, биыл шығады. Бір 10-нан астам қазір түрлі иістер бар. Оның ішінде сол апорт, өзіміздің тән, олардың айтып өткенім, бір тағы да керемет жағы, мына синтетикалық химияның Шанель, Проктор энд Гэмбл, Unilever, олардың бәрі формулаларын қорғайды, қатты қорғайды. Бәрекелді. Ал біз өзіміздің жаңа формулаларды шығарамыз. Яғни ешкімге тәуелді болмаймыз. Неге десеңіз, қазір бүкіл дүниені осы 10 үлкен компания байлап алды. Өздерінің формулалармен, өздерінің патенттерімен. Әдемі, керемет. Бұл жаппай сатылымға шығады, биыл күтсек болады, әдемі. Енді мұның барлығын отандық мамандар жасаған. Отандық ғалымның табысы еңбегі деп көрсетсек болады. Енді ғалымдарға табысты жұмыс жасау үшін, жұмыс істеу үшін оларға жағдай жасап беру керек қой. Мысалы, өзіңіз көтерген осы бір басты мәселені айта өтейікші. Министрліктің бастамасымен мінекей жас ғалымдарға баспана беру бағдарламасы іске қосылды. Осы жайында айтып өтіңізші, қазіргі таңда бұл мүмкіндікке қанша ғалым ие, қандай критерий болады, кімге беріледі? Енді біріншіден президенттің көмегімен, үлкен қолдауымен, өздеріңізге мәлім, осы аузымыздан түспейді, былтырдан бастап ғылымға үлкен ақша бөлінді. 643 миллиардтай осы келесі 3 жылға бөлінді. Оның ішінде гранттар бар, оның ішінде қазір түрлі осындай зертханаларды ашуға мүмкіндігіміз бар. Жас дарынды, мына Дос Сарбасов, жас емес, дарынды шетелге кетіп қалған ғалымдарымызды тартуға мүмкіндігіміз пайда болды. Неге десеңіз, олар бізге қысқартады. Енді баспана, әлеуметтік қолдау, жалақы мәселесі негізгі мәселе. Біздің неге десеңіз, ғалымдарымыз жақсы ақша табу керек, жақсы жағдай жасауымыз керек, оларға бүкіл былай қарасаңыз кедергілерді алып тастауымыз керек. Олар тек қана ғылыммен айналысу керек.
Сондықтан баспана мәселесі бір сауалнама жүргіздік. Жас ғалымдар әсіресе жас ғалымдарға үлкен кедергі сол екен баспана мәселесі. Біз бірден былтыр отбасы банкімен келістік. Отбасы банкімен үлкен алғысымызды білдіреміз жас ғалымдардың жалпы ғылыми қауымдастықтың атынан. 1 желтоқсанда осыдан 2 айда болған жоқ әлі. Басталды осы бағдарлама. Несие, жеңілдетілген несиелер, ондай бағдарламалар мүлдем жоқ қазіргі таңда. Тұңғыш рет жас ғалымдарға 40 жасқа дейін осындай бағдарламаны бастадық. Бірақ айдың ішінде қазір мыңға жуық түсті құжаттарымыз. Қазіргі таңда 120 жас ғалымымыз алды түрлі қалаларда. 50 ғалымдарымыз осы бүгін ертең алады тағы да. 200-ге жуық қазір пәтерлерді бердік. Енді 43 ұйым кіреді. Біз күтпеген жоқпыз, күткенде жоқпыз. Күтпеген жерде қазір басқа ұйымдардан ғалымдар бізге шығып жатыр. Неліктен біздің ғылыми ұйымымыз жоқ, бұл тізімде жеке меншік ғылыми ұйымдар неге кірген жоқ деп. Біз қазір тек қана мемлекеттік ғылыми зерттеу институттарына беріп жатырмыз. Енді осы уайымдамаңыздар, қазір осы бағдарламаны көріп жатқандар, біз сол тізімді кеңейтеміз осы ақпан айында. Бәрекелді, енді бұл негізі шектеу жоқ. 40 жасқа дейін жас ғалымдар тапсырады. Расымен жас ғалымдарға жақсы мүмкіндік. Енді қазір шетелдегі университеттердің Қазақстанда филиалдары ашылу жайлы сөз қозғалсақ, 2029 жылға дейін Қазақстанда 12 шетелдік университеттер ашылады деп жоспарлаған едіңіз. Жоспар іске асып жатыр ма? Қалай болды? Оны біз совет кезінде 5 жылдық жоспарлар болды ғой. Сондай ұран болған тұғын. 5 лет за 3 года, 5 жылдықты 3 жылда тамамдадық. Біз сол 5 жылдық жоспарды 3 жылда 2 жылда тамамдадық. Президенттің тапсырмасы 25 жылға дейін Қазақстанда 5 мықты шетелдік университеттердің филиалдары ашылсын деп сондай тапсырма берілген. Біз былтырдың өзінде 8 филиал аштық. Сондықтан осы жұмыс жалғасады. Биыл өте жақсы қызықты жаңалықтар. Біріншіден Қазақстанда City University of Hong Kong, Гонконгтың жетекші университеті ашылады Алматыда. Соны біліп жүріңіздер, филиал ашылады. Екіншіден Queen's университеті, бұл жаңа ғана барып қол қойып келдік. Бұл Russell Group дейді оларда. Британияның ең мықты университеттердің тобына кіретін тұңғыш университет Қазақстанға келетін болды. Queen's университеті келеді. Сосын Penn State, Пенсильвания университеті, бұл өте мықты университет ақштың. Сонымен келістік, биыл ашылады Алматыда. Сосын Лубань деген біз былтыр аштық, Қытайдың бір мықты зертхана форматындағы филиалдарда. Өскеменде енді биыл Қытай үкіметі тағы да бізге 100 миллион юань бөліп жатыр. 3 сондай жаңа робототехника, жасанды интеллект, электромобильдер саласында тағы да 3 осындай нелер ашылады. Сондықтан биыл да жақсы жаңалықтар болады. Бұл жұмыс жалғасуда. Ал өткен жылы былтыр Хэриот Уорд, Шотландияның ең көне техникалық университеті, Сеул техникалық университетінің филиалы Қызылордада, немістердің үлкен консорциумы Ақтауда ашылды. Аризона университеті жалғасуда, тағы да британдық ақштың Миннесота және Penn State университеттері кіретін. Керемет, жастарға өте әдемі мүмкіндік қой, мына жерде біздің шығармашылық топпен ерте туылып қойдық ба деген ой келіп отыр. Біздің кезімізде енді ондай болған жоқ қой. Қазір бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Сауалы болса тыңдап алайық. Қайырлы таң, эфирдесіз. Қайырлы таң. Қандай сауалыңыз бар? Сәлеметсіздер. Тыңдап отырмыз. Сәлеметсіздер. Құрметті министр мырзаға менде осындай сауалдар бар еді, бір емес, бірнешеу. Мен өзімде тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Мысалы, мен өзім ғылым кандидатымын, қауымдастырған профессормын да. Бізде мысалы жалақы мәселесін айтатын болсам, мен қолыма 287 мың зарплата аламын. Айлығым сондай. Мысалы, осындай қауымдастырған профессор, ғылым кандидаты, осы қаражат мәселесі өсіру жоспарда бар ма екен? Бұл алғашқы сауалыңыз. Казгудың профессормын сондай да. Екінші мәселе, сосын кейін сіз жылына шетелге жас ғалымдардың шетелге ғылыми тәжірибесі 100 ғалым, соның саны арта ма екен? Түсінікті. Бірден жауап берейін. Біріншіден сұрағыңызға рахмет. Қазіргі таңда мәжілісте біз ғылым және технологиялық саясат туралы заңды кіргіздік. Оның ішінде ғылыми лауазымдарға да, ғылыми дәрежелерге де арнайы қосалқы
жалақы қаржыландыру көзделген. Мысалы, сіздің сұрағыңыз нақты, сіз қазір Казгода қауымдастырылған профессорсыз және ғылым кандидатысыз. Екі мына ғылыми дәрежеңізге де және мына сіздің қауымдастырылған профессор лауазымыңызға да енді кемінде бір 300 мың теңгедей қосалқы төленеді. Осы заң шығады ала жасы биыл, осы жылдың бірінші жартысында. Онда қазір мына 238 алып отырсыз, оның ішіне 538 мың теңге болады сіздің жалақыңыз. Нақтылап өтейікші, осы заң жобасы дайындалып жатыр, жүзеге асырылса, мінекей бізге хабарласқан көрермен бірнеше айдан соң деп те айтуға болатын шығар, осы жылдың көлемінде мүмкін 500 мыңнан аса айлық алады. Неге десеңіз, мына ғылыми дәрежеге қосалқы, қосымша жалақы қосылады және лауазымға, мысалы профессор, қауымдастырылған профессор, оқытушы, аға оқытушы осылай қосылып тұрады. Бұл өте маңызды заң, мына әлеуметтік тұрғыдан ғалымдарымызды қолдау заңы қазір мәжіліске кірді, мәжілісте талқылаулар басталды. Сондықтан ғылыми қауымдастықты да осы заң жобасын қолдауға шақырамын. Екінші сұрағымыз, біз президенттің тапсырмасымен осыдан 3 жыл бұрын 500 ғылыми тағылымдама бағдарламасы жарияланды. Қазір енді ғалымдар естіп жатыр. Бірінші, екінші жылы бұлай кішкене тоқтап тұрды. Бірақ былтыр біз 400-500-ге жуық адамды жинадық. Қазір ақырындап тануға бастады ғалымдар. Керемет мүмкіндік. Біздің мақсатымыз осы келесі 5-6 жылдың ішінде негізгі біздің жас орта буын ғалымдарымызды осы бағдарлама арқылы шетелге жіберіп алу. 500 жылына. Бағдарлама қалай іліксе болады? Ол өте оңай. Біздің халықаралық бағдарламалар орталығына немесе министрлікке ақпарат алуға болады. Жыл сайын бізде 2-3 лекпен конкурс өткіземіз. Сол конкурсқа тапсырасыз. Конкурс дәл болашақ бағдарламасының тура сол процедурасы. Сараптама комиссиясымен сұхбат өткіземіз. Ғалымдардың не үшін бар жатқанын, ең маңыздысы нақты ғылыми бір мақсат болу керек. Мен бір жылда осы атақты зертханаға барып, осындай зерттеулер жасап. Ал ғалымдарда ондай бағдарлама болмаған жағдайда біздің қазір халықаралық бағдарламалар орталығы және ғылым комитеті түрлі комиссиялармен, зертханалармен, мысалы біз Оксфордқа барып келдік, Оксфорд және Кембридж университеттерімен келісіп келдік. Осы ғылыми тағылымдамаға жібереміз деп. Сондықтан қолдана беріңіздер, бұл өте керемет мүмкіндік. Керемет, күтеміз. Расымен бірнеше осы ғылым жайлы, ғалымдар туралы ақпараттарды айттыңыз. Енді қызыңызға тағы бір сауал туындап тұр, Лейла ханым, болашақта жоғары оқу орнын таңдап қойдыңыз ба? Қай жерде оқисыз? Енді оқисыз, тоқисыз, өсесіз. Сол тәжірибеңізді қай жақ, қай қалада, қай жерде пайдаланғыңыз келеді? Әлі таңдаған жоқсыз? Ал маман ше? Маман қандай мамандық? Дизайнер деп еді. Дизайнер. Осы сәтте Саясат мырза, ата-аналардың, балалардың болашақ мамандық таңдаудан қателеспеу керек қой, ең бастысы ғой. Осы сәтте қалай көмектесу керек, қалай жәрдемдесу керек? Ойыңызбен бөлісесіз бе? Философиямен аяқтайықшы осы сәтте. Рахмет. Енді біріншіден 3 негізгі қағидат, біз өзіміздің семьямызда соны қолданамыз. Біріншіден, сіздің балаңыз ол өз бетімен жеке тұлға. Сіз оған қатты әсер ете алмайсыз, былай қарасаңыз. Көп жағдайларда біз ойлаймыз ғой, біз мен баланы пішіндеймін, өзім тәрбиелеймін, өзімнің болмаған нәрселерді жоқ, бұл бөлек тұлға. Оның өзінің тағдыры бар, өзінің жолы бар, өзінің ерекшеліктері бар, өзінің мінезі бар, өзінің осылай жаратылыстан берілген қабілеттері бар, құндылықтары бар. Яғни ата-ананың балаға мамандық таңдау дұрыс емес дейсіз ғой? Жоқ, дұрыс. Көмектесуіміз керек. Көмектесуге болады. Біріншіден баланың өз табиғатын түсінуіміз керек. Бұл екінші ереже. Қазіргі таңда біз edunavigatoр.kz деген үлкен платформаны жасап шықты. Осы жылдан бастап ол тегін берілетін болады бүкіл талапкерлерге. Және мектептерге тарататын боламыз. Үлкен бірнеше жылдың зерттеудің нәтижесі баланың қабілеттерін, психотип деген ұғым бар, яғни психологиялық ерекшеліктерін анықтайтын, қай мамандықтарға, қай икемдерге, қай дағдыларға тиімді ұсыныс беретін сондай бір платформа. Соны қолдануға да шақырамын. Ол тегін беріледі қазір. Ал ОБТ тапсырушыларға біз рекомендация ретінде
міндетті түрде сол платформаны береміз. Қазір ұлттық тестілеу орталығына беріліп жатыр. Қалай аталады тағы да edunavigatoр.kz. Оны қазір ақырындап ақпаратқа да шығарамыз оны. Яғни маңыздысы баланың өзінің табиғатына сай, өзінің психотипіне сай бір мамандықты таңдау. Неге десеңіз, кейде өнерге, менің қызым өнерге жақын, сондай шығармашылық несі бар, табиғаты бар. Оған әскери тәртіпке жүгінген, сондай иерархияға, қатан бір жүйеде жұмыс істеу өте қиын болады. Мен де өзім шығармашылыққа жақын адам, мұлай қарасаңыз. Мемлекеттік қызметте қазір кейде қиналам. Неге десеңіз, бізде шығармашылық адамдарға шектеулер өте қиын, бізді шектеп тастайды. Сондықтан сол ерекшеліктерді есептеп тұрып бір мамандық таңдаған жөн. Және соңғы бір нәрсе, еңбек нарығына да бір ақпарат беруіміз керек ата-аналарымызға. Неге десеңіз, кейде бұлай басқа бір адамның кеңесіне ілініп кетіп, немесе мынай экономистер, немесе қазір осындай танымал, немесе өзіміз естіген мамандықтар ғана тапсыра саламыз деп. Бірақ еңбек нарығында қазір үлкен тапшылық бар мамандықтар бар. Соларға барғанда жұмысқа тұру оңай болады. Мысалы қазір агрономия, ветеринария саласында, энергетика саласында, су ресурстарды басқару саласында, су қауіпсіздігі, ирригация, гидрогеология, сирек мамандықтар. Бірақ сол мамандықты сіздің балаңыз таңдап, барып, оқып, икемі болса, әрине. Еңбек нарығына шыққанда өте жақсы ақша да табады, тапшылыққа үлкен неге десеңіз осы мамандықтарға. Біз ақырындап қазір шолулар жасаймыз, ақпараттарды кеңінен таратамыз. Міне осындай мамандықтар үлкен сұранысқа ие. Сіз қазір балаңыз популярный сондай, бәрі ойында жүрген мамандыққа тапсырған жағдайда үлкен бәсекеге. Бәсекенің ішінде болады, жұмыс табуы да үлкен мәселе болады. Ал мына кішкене популярності төмен, былай гидрогеология деген не, ветеринар соны малдың ішінде жүремін бе, мен мал дәрігері қазір өте үлкен тапшылыққа ие. Ақша да көп табады. Және табысы да жақсы. Табысы өте жақсы. Басыңыз баланың болашағын ойласаңыздар, мамандық таңдау өте маңызды, жауапты бір шешім. Оны бірақ өзіңіз ғана баламен бірге жасау керек. Бала түсініп, осылай бірге жасалған шешім ол үшінші ереже қағидат. Әдемі. Бұл енді қағазға түртіп жазып алатындай ережелер екен. Құрметті көрермен, бұл шығарылымның толық нұсқасын YouTube-тан қарап, тағы бір зерделеп шықсаңыздар болады. Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек бүгін бізде қонақта болды. Жалғыз емес, Лейла Нұрбек қызы. Келгеніңізге, қуантқаныңызға дәл осындай мінекей отандық ғалымдардың зерттеу жұмыстары ғой енді. Бұл ғылымды коммерциализациялау бастамасы деп те айтсақ болады. Оның барлығында Instagram парақшамызға да жазылып қойыңыз, толығырақ тағы да зерттеп айтамыз. Құрметті көрермен, келіп қуантқаныңызға, осындай жаңалықтармен бөліскеніңізге рахмет сізге. Күніңіз сәтті өтсін. Бүгін саясатты әкедей таныдық. Рахмет көп келгендеріңізге.